Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге екі сайт көрсететін боламын. Ол сайттарды қолданып сіздер шынымен де ақша таба аласыздар. Сол себепті де видеоны міндетті түрде басынан соңына дейін көріңіздер. Сол кезде барлығын түсінесіздер және де ешқандай артық сұрақтарыңыз болмайды. Ал енді каналға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып қоюды да ұмытпаңыздар. Ал енді қараңыздар, біріншісі ойын Twisted Ropes деп аталады. Қазір мен сіздерге барлығын ойынды түсіндіріп көрсететін боламын және де қалай ақша шығаруға болатынын көрсететін боламын. Ақшаны кивиға, рубльмен шығара аласыздар. Міне, дәл қазір менде ойын ашылды. Ал сіздерде ең бірінші сізге промокод жазыңыз деп тұрады. Промокод қалай жазасыздар? Промокод если басында жазып алған болсаңыз, осы жерге кіріп, код деген жерге кіріп жазсаңыз болады. Бұл жерге кодқа не деп жазамыз? Рома 10 деп жазсақ, бізге сыйлықтар береді. Қазір мен тестте жазамын. Мен дәл қазір мен жазып болдым. Рома 10 деп басамыз и окей басамыз. Көргендеріңіздей маған монета берді. Жабамыз. Енді бұл жерде қалай ойнайсыздар? Бұл жерде ойнау қиын емес. Қазір мен түсіндіретін боламын. Играть деген басамыз. Осы жерде осылай шатасып қалған веревкалар болады. Соларды ажыратуымыз керек. Қазір мен онша ажырата алмай жатырмын. Тоғыз шаг болады. Бізде 9 шаг жасап, осыны ажыратуымыз керек. Мен қазір дұрыс істеймін. Почти ажырады. Жоқ, шатастырсам, менде қазір шаг таусылды. Менде қазір ойын бітеді. Қайт басынан бастады. Қайт басынан бастауға тырысып көретін боламыз. Біз веревкаларды ажыратқан сайын бізге осындай монета мен ключиктер береді. Ключиктер не істейміз? Ключиктер сундук ашуға керек болады. Қазір мен попробуйте еще раз деп басам. Реклама бітті. Менде қайттан шықты. Қазір ажыратуға тағы тырысатын боламыз. Оны былай жасаймыз оларды. Былай. Біреу бізді ажырады. Екіншісі. Жоқ. Қате болды тағы да. Тағы да ажырата алмадым. Көргендеріңіздей негізінде ажыратсаңыздар, короче, бізге осындай ключпен ақшалар береді. Мен дәл қазір мен осыдан кейінгісін ажыраттым. Көргендеріңіздей бізге монета берді және де ключ бермеді. Неге екен? Ол үшін қазір айтамын неге екен. Далее басамыз. Менде қараңыздар, тағы да задание шықты. Реклама бітті. Менде қазір қараңыздар, бізде бір ключ береді. Олмен біз сразу сундук ашуымыз керек. Сундук ашамын мен қазір. Открыть басам, тағы да реклама шығады. Мен дәл қазір мен сундук аштым. Көргендеріңіздей бізге монета. Ал енді қараңыздар, бізде главный менюда в основном бустерлер, магазин. Қазір мен барлығын көрсетіп жатырмын боламын. Одан кейін ақша қалай шығару керек екенін гифт деп тұр. Жаңа байқасаңыздар, менде гифт деген болмады. Біраз ойнадым, гифт деген пайда болды. Яғни біраз ойнағаннан кейін гифт пайда болады. Енді қараңыздар, лавкаға кіретін болсақ, біз осындай бустерлер сатып алсақ болады. 1000 монетаға, 1000 монетаға, бірақ бұл монеталар, бұндай нәрселер құртпай қойғандарыңыз дұрыс. Себебі сіздерге бұл монеталарды шығарып алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Енді қараңыздар, бізде срезать, яғни жіптерді кесіп тастау, шаг алу деген сияқты. И ход, добавить ход деген, по идее, бізге бір ход береді. Қателеспесем, қазір істеп көруге болады негізінде. Ал екіншісі арай жіптердің түстерін өзгерту, стенаны өзгерту, короче, менюді өзгерту деген сияқты нәрселер қатты қызық емес. Енді қараңыздар, одан бөлек бізде монета деген жерде, бұл жерде біз пактарды сатып аламыз. Яғни $1.99 осылардың 5-5-ден сатып аламыз. $1.99 осыларды 10-10-нан сатып аламыз. Қателеспесем сонда. И убрать рекламу деп тұр. Яғни ойын ойнап жатқан кезде мешет етіп шығатын рекламаларды $2 өшіріп тастауға болады. Ал енді қараңыздар, енді дәл қазір мен ақша шығаруға көшетін боламын. Гифт деген басатын болсақ, бізде міне көргендеріңізде YouTube-қа шорт салсақ және де TikTok-қа видео салсақ, осы приложение жайлы, ойын жайлы бізге $2-2 $4 береді. Қараңыздар, 200,000 монета жинасақ, біз ол $10 болады екен. Яғни $10 болған кезде біз ақшаны шығарып аламыз. Қай жаққа шығарамыз? Payeer'ге, USDT-ға, Gcash, PayPal деп тұр. Мен Payeer мен USDT-ға ғана шығаруға сіздерге кеңес беремін. Сол екеуі оңай және де сол екеуінен ешқандай қиындықсыз әр жаққа ақша аударып алуға болады. Payeer'ге кіреміз. Мысалы, көздеріңізде менде қызыл жанды, USDT кіремін, менде қызыл жанды. Яғни мен дәл қазір ақша шығара алмаймын. $10 болғанда мен ешқандай қиындықсыз ақша шығарып аламын. $10 жинау үшін не істеуіміз керек? Просто уровендер өтуіміз керек. Қазір мен 10-ші уровендемін. Әр уровеннен өткен сайын сіздерге монета береді. Сундуктар осылай ключтар береді. Ол ключтармен сундукты ашуға болады. Менде қазір реклама көріп те аша аламын. Жоқ, ключ ғана керек екен. Яғни менде көргендеріңізді сундукты ашу үшін міндетті түрде ключ керек. Ал ключті табу үшін мен уровендерден өтуім керек. Қазір қарасаңыздар,
Biz көргендеріңіздей менде шаг бар. Баса аламыз. Тағы шаг бастым. Бізге бір шаг қосылды, тағы бастым. Мұны көргендеріңіздей менде қазір 18 шаг болды. Мен 18 шагпен қателеспесем тез өтіп кете аламын бұл уровеньнен. Жоқ, өте алмай 18 шагтың өзіме өте алмай жатырмын. Мен енді жақындап қалған едім өтуге, бірақ көргендеріңіздей өте алмадым. Бізде жаңа айтқандай баған шаг уровеньдер ешқандай қиындық жоқ. Алын қараңыздар, екіншісі бұл сайт крипто социальный сет. Бұл жерде біз әртүрлі активностьтарымыз үшін поинттар жинап, ол поинтты матик деген монетаға айландырып шығарып аламыз. Қазір мен сіздерге басынан аяқ түсіндіретін боламын. Сол себепті де мұқият тыңдауларыңызды сұраймын. Енді қараңыздар, дом деген жерде бізде в основном адамдардың посттары, сосын осылай медальдің суреті тұрған жерде осы жердегі ең мықты каналдар. Көргендеріңізде Альберт, Сильвестр Сталлоне дейма, Дмитрий Львов дейма, осындай адамдар бар. Оларға подписка жасап қоюларыңызға болады. Бұл жерде сіздердің подписка жасасаңыздар, комментарий жасасаңыздар, репост жасасаңыздар, яғни достарыңызға таратсаңыздар, барлығы поинт төлейді. Поинттарды сіздер қалай шығаруға мүмкіндіктеріңіз бар. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Мысалы, өзіңіздің аккаунтыңыздың үстін басасыз. Ең басында сізде бұл сайтқа тіркелудің 3 жолы бар. Типа почтамен, Twitter аккаунтпен немесе MetaMask аккаунтпен, мен Gmail почтамен тіркелдім. Сол себепті менде барлығы Gmail почтада тұр. Басамыз поинттардың үстін. Бұл жерде мені көргендеріңізде менде дәл қазір 20 поинт бар. Және де бұл жерде мен қандай нәрселер істеген үшін поинт аламын. Мысалы, достарым шақырған үшін шақырған досыма 30 поинттан, одан кейін типа поделиться деген аккаунт, достармен поделиться етсем тоже 10 поинт, через поделиться тоже 5 поинт. Мына жерде көргендеріңізде қатты түсініксіз жазылған негізінде. В основном поделиться ету керек, репост ету керек, сондай нәрселер. Енді қараңыздар, біз жинаған поинтымызды тек 96 сағаттан кейін ғана шығара аламыз деп тұр. Яғни 96 сағаттан кейін бізге вывод ашылады. Одан кейін крипто кошелек выплат басыңыз деп тұр. Типа осы жерден сіз өзіңіздің кошелегіңізді тіркей аласыз и сол кошелекке ақша шығарып аласыз деп жазылып тұр. Бұл жерде мені көргендеріңіздер разблокированный баланс 0 матик деп тұр. Яғни жаңа жинаған поинттарымызды матикқа ауыстырамыз, матигімізді шығарып аламыз. Мені выплаты кошельке деп тұр. Басамыз, осы жерге эфириум блокчейнде просто полигон матик адрес қоямыз. Қиын емес, қазір мен тест қойып жасалайын. Binanceға кіріп көргендеріңізде матик адресімді алдым, эфириумның сетінде. Просто келем и осы жерге қоямын, адрес кошелька деген жерге. Сохранить басамыз. Болды, көргендеріңізде менде добавлять етілді кошелек тұр менде. Енді достарым шақырғаным үшін, репост жасағаным үшін, сондай нәрселер үшін поинт жинай аламын. Ол поинтты 96 сағаттан кейін шығарып аламын. Қиын емес, шығаруға болады.